Assalamu alaikum ardaқты ағайын, Америкадағы жігіт арнасына қош келдіңіздер. Көлігімді май ауыстыруға қойып едім, қазір жаяу үйге қарай кетіп бара жатырмын. Сіздерге Лос-Анджелестің орталығында қандай көріністер болады, соны көрсетейін деп едім. Жалпы бүгін сейсенбі, жұмыс күн, таңғы 10 мен 11-дің арасы. Негізі ешқашан адам болмайды. Американың қалаларында адамдар жүрмейді ары бері. Жүрсе де бір қысқа бір жолдармен жүре салады. Көбінесе мына жақта жұмыс жасайтын адамдар бәрі көлікпен жүреді. Жаяу жүретін адамдар өте сирек кездеседі. Аз кездеседі. Мүмкін біреулер жұмысынан түскі тамақ ішуге шығуы мүмкін. Болмаса тағы басқа бір жұмыстан шығып тез қайтып келетіндей бір істері болмаса, былай көшеде жүре бермейді адамдар. Міне көрдіңіздер ме, адам болмайды. Мысалы Алматыда адамдар көп жүреді ары бері. Бұл жақта ондай емес. Көбінесе бәрі өз көліктерімен жүреді ары бері. Кем бағалылар әрине мынандай әкімшілік беретін, әкімшілік ұйымдастыратын көліктер бар, автобус дегендей, метро, солармен жүру мүмкін адамдар. Бірақ көшелерде адам көрмейсіздер. Қай қала болсын, бар ғой Америкада адам көрмейсіздер. Тек қана бір, мысалы Нью-Йоркта, одан кейін Лос-Анджелестің бір туристер жүретін орындар болады. Ол да әр кезде емес, мысалы күн ыстықта жүрмейді ешкім. Күн салқындағанда сол жерден адам көруге болады. Болмаса жергілікті жастар аралайтын бір түнгі клубтар болады. Соның қасында адамдар жүреді ары бері. Одан кейін ресторандары көп бір көшелер болады. Сол ресторандарда адам көресіздер. Ал жай осындай қаланың кеңсе ғимараттары және тұрғын үйлер тұратын көшелерде адамдар жүре бермейді. Көрдіңіздер ме? Мен құрылыстың қасынан кетіп бара жатырмын. Ocean White Plaza дейтін бір ғимарат салып отыр. Бұл Фигуэроа дейтін бір үлкен көше. Орталықтан өтеді. Сол көшемен кетіп бара жатырмын үйге. Көлігімді сервиске қойып едім, майын ауыстыруға. Енді осы арақашықтық сол СТО менен үйге дейін 2,5-7 миль, 1,65-ке көбейтсеңіз қанша бір 4-5 километрдей, 4-5 шақырым. Соның бір 40 минуттық жол. Такси жалдасаңыз бір $10-15 кетеді. Бақандай ақша мен үшін мысалы $10-15 теңгемен шаққан кезде қанша болады? 5.000 теңге бола ма? 5.000 қалжың бар ғой орыс тілінде. Ондай ақшаға күрекпен бет бақталада қоянды қуып жетемін деп. Сол сияқты. Енді мына орталықтың ғимараттары әдемі, кәдімгідей. Әңгіме жоқ. Сәулет жағынан, дизайн жағынан қатырады енді бұлар. Ал бірақ көп кемшіліктер бар да, мысалы мына бомждар бар. Бомждар әр жерге сиіп түсіп кетеді. Мына орыс тілді арнама айтып кеттім, біз бір 4-5 жап жаңа кроссовки лақтырған шығармыз отбасымызды. Себебі жап жаңа $65-70-100 тұратын мықты кроссовки сатып аламыз да. Сөйтіп біреудің көз етеді да, сөйтіп адам түшқан боқты басып кетеді. Үйдің адамдары сөйтіп. Ол боқ енді кетпейді ғой. Енді
дастарханның басында отырсаңыз кешірім сұраймын. Кәдімгідей не мәселе да, жүре алмайсыз. Мысалы күндіз көрінеді ғой, мысалы үшін әр жерде баспауға тырысасың, ал түнде мысалы кеш батқанда жұмыс бабымен ары бері жүрген кезде байқамай басып кетесіздер да. Неге мына адамдардың айтқанда істеп кететін бір бөлек иттердің ұшып кететіндері бар. Иттердің боқтары жатады әр жерде. Енді зәрдің иісі әрдайым шығып тұрады ғой. Мына жақта енді дәретхана жоқ, барып әжетхана, кіші дәретке баратын. Сөйтіп мына үйі жоқ адамдар көрінген жерге шаптыра салады. Кейін иістері мүңкіп тұрады екен. Сол, сіз енді мына көріп атқан самокат дейді ғой орысша. Скутер ағылшынша. Бұлар бәрі жалға берілетін нәрсе. Карточкамен төлейсіз да. Сөйтіп интернет арқылы қосылады, ары қарай мініп кете бересіз. Бұның да бағасы удай бар ғой. Мен ойлағам, оңайша, яғни тиімді шығар деп есептесем, жоқ. Таксиның бағасымен бірдей. Такси жалдадыңыз ба, болмаса мынандай скутер алып жол жүрдіңіз ба, бағасы бірдей. Кәдімгідей қымбат болып шығады. Бұндай нәрсені тек өзіңіз сатып алып, үйіңізден мініп ары бері жүрмесеңіз, ана жақта жалға берілетін скутерлер өте қымбат шығады. Мінекей. Неше түрлі қонақ үйлер, тұрғын үйлер, кеңселер, алар. Орталықта кетіп баратырмыз ғой. Қысқасы. Сол Лос-Анджелестің бір кемшілігі, үйсіз жүрген бомждар дейді ғой, өте көп. Оларды кейбір жерден қуады, кейбір жерден қумайды. Сол олар ары бері жылжып, қумайтын жерге кәдімгідей андай палатка үйлер бар ғой, соны палатканы құрып қояды. Біз балыққа шыққанда палаткамен шығамыз ғой. Сондай палатканы алып алады да, сөйтіп сол палаткада ұйықтайды байқұстар. Бұл жақта бұларға андай өмірлеріне қауіп қатер жоқ қыстың күні. Ары барса бір 6 градус жылы болады. Енді 6 градуста суық қой, бірақ андай қабат-қабат киім киіп, одан кейін көрпе төсеп, астыларын әйтеуір бір нәрсе түнеп шығады. Өліп атқан адам көрмейсіздер. Сол себептен ғой мына жақта мыңдаған бомждар келеді осы Лос-Анджелеске. Сан-Францискода да көп дейді. Мінекей. Лос-Анджелестің көшесі, орталығы. Кейін американдықтардың мен байқағаным, олар тұрмыс құру өте қымбатқа түсетін білем оларға ше. Қыз баласы болсын, ұлдары болсын, тез үйленуге асықпайды. Одан кейін адамдардың арасында қарым-қатынастарына біздің елдегідей жылы, андай бауырмашыл болу деген ондай жоқ та. Сөйтіп олар сол махаббатты, сол опаны иттерінен көреді. Иттерді жақсы көреді ғой, кәдімгі еркелетеді. Мысалы біз балаларға айналып жаңағыдай еркелетеміз ғой, ойын деп. Дәл солай сөйлейді иттеріне бар ғой. Ол енді әрине ит опа дейді ғой қазақтар. Сол иттер бүкіл махаббатын адамға береді енді. Адамды ит жануар не ғой? Адам жақсы көрсін, онда боқ бәрі. Міне бомждың біреусі. Сол тұрған жерлеріне түсіп кете береді бұлар.
значит боқтың іші сасып кетеді. Сол. Итті жақсы көреді сонымен бұлар. Некен бұл жақта ит көп болғаннан кейін заң шығарған. Мысалы, көшеде ит шығып кетсе, олар заң бойынша қолымен сол пакетке боғын жинап алу керек. Соның мәдениеті бар адамдар сол боқтарын, иттердің боқтарын жинап жүреді, қолдарымен жеркенбей. Кейбіреулері жинамайды, жарысы жинамайды. Оның адамдар соны басып кетеді. Көрдіңіздер ме? Лас барлығы, көшенің барлығы. Сол себептен біздің ТМД мемлекеттің адамдары бар ба? Әдемі киініп, жақсы аяқ киім киіп сөйтіп жүреді ғой. Лос-Анджелеске келетін болсаңыз, өте мұқият болыңыздар. Көшеде жүргенде аяқ астына қарап жүріңіздер. Аяқ киім бұлғасаңыз кем болды оны. Жуып, иісін кетіру мүмкін емес. Лақтыруға тура келеді. Міне бомждардың тұратын жерлерін көрсетейін сіздерге. Көрдіңіздер ме? Қумайтын жерлерге үйлерін тігеді, осылай өмір сүреді. Іштерінде адам жатыр қазір. Сонда сиет шығады, тамақ ішеді. Одан кейін осындай көпірлердің астында тұрады көбінесе, себебі жаңбыр жауған кезде көпірдің астында тығылады. Былай қарасаңыз міне әп-әдемі ғимараттар, орталық. Дәл осындай жерлерде палатка құрып тұра береді олар. Сол жарайды онда. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Америкадағы жүк арнасында қалыңыздар.